Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес каналында қызылша көкөнісі мен қызылшадан жасалған шырынның адам денсаулығына пайдасы туралы айтатын боламыз. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, А дәрумендерінің негізі С, В1, В6, Е дәрумендері және фолий қышқылы бар. Қою қызыл көкөністер тағамдарыңыздың сәнін ғана келтіріп қоймай, пайдалылығын да арттыра түседі. Себебі қызылша өте пайдалы көкөніс. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар салайық. Ол ақылды, себебі қызылшада иод көп. Ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой өрісі мен зейінінің жоғары болуы мүмкін емес. Беті алқызыл, себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Ол төзімді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек, бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мл қызылша шырынын ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Оның шашы қалың. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап, жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін В дәрумені ықпал етеді. Ол бұлшықетті. Қызылшада бұлшықет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Ол сымбатты. Қызылша құрамында зат алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға себін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций болуына байланысты қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие, сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа, көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін қолданады. Қызылшаны қалай пісіреді? Қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз, өйткені ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Көкөністің толық суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Суға тұз салмаңыз. Ол қызылшаның пісу уақытын ұзартады. Тіпті қызылша піскеннен кейін де қаттылау болуы мүмкін. Дайын тағамды тұздаңыз. Түбін кеспеңіз және сабағын толық кеспей бірнеше сантиметрін қалдырыңыз. Әйтпесе қызылша түсін жоғалтып, дәмі су татып кетуі мүмкін. Пісу уақытын жылдамдату үшін суға бір ас қасық қант салыңыз, немесе өсімдік майын құйыңыз. Екеуі де қайнау температурасын жоғарылатады. Егер ыдысты былғаудан қорқсаңыз, қызылшаны полиэтилен пакетке салып пісіріңіз. Ол көкөністің дәміне, пісу ұзақтығына әсер етпейді. Егер қызылшаны тазаланған не туралған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сірке су қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпау үшін қажет. Қызылшаны асқа пайдалану біздің сүйектеріміз бен тістерімізге пайдалы әсер етеді. Бұл оның құрамындағы кальцийдің арқасында болады. Оның жетіспеушілігі тіс жегіге, мешел ауруына, сүйек кеуектенуіне және балалар бойы өсуінің бұзылуына әкеп соғады. Сондай-ақ қызылша ағзаны тазалайды, шаршағанды басады, қан аздықтың алдын алады, қатерлі ісіктен қорғайды. Әсіресе қызылша шырынының пайдасы ұлан асыр. Қызылша шырынымен бәріміздің күрделі мәселеміз саналатын баспа ауруын, яғни ангинаны емдеуге болады. Ол үшін бір стақан қызылша шырынына бір ас қасық балды қосыңыз да, дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз.
Қызылша шырыны өт жолдары мен ішектерді тазартып, асқазанды емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзге де қабынған теріні таңып тастауға болады. Қызылша шырынының емдік қасиеті орасан зор. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен екен. Қызылша жемісін шикідей де пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігердің де, бүгінгінің ғалымдары да жоққа шығара алмайды. Сонымен қызылша шырынының нақты қандай ауруларға шипа болатыны туралы айтып өтейік. Назар аударыңыз. Ангинаны емдейді. Тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз ағзаға, ішекке, бауыр бүйрекке, несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып, жөтел асқынғанда еш ойланбай қызылша шырынымен тамағыңызды шайыңыз. Ал мұрын бітеліп, гайморит мазалағанда қызылша шырынынан 5-6 тамшы тамызасыз. Қаназдық кезінде де ең керемет ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін 1 стакан қызылша шырынымен 1 ас қасық табиғи таза балды араластырып, күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді, әрі қуатыңыз да артады. Сондай-ақ қызылша миды жасартады. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне 1 стакан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз, онда ми жасарып, жұмысы жақсарады. Қызылша шырынын күнделікті қабылдау қышқыл негіз балансын реттеуге мүмкіндік береді. Бұл сусынның басты артықшылықтарының бірі оны токсиндер мен улы заттарды ағзадан шығаруы, бауырдың жұмысын жеңілдетуі болып табылады. Сондықтан қызылша шырыны ораза күндері қолайлы сусын. Қызылша бауырдың ағзаны тазартуына көмектесетіндігімен қатар, көкөніс шырынын үнемі тұтыну осы ішкі ағзаның жұмысын қалыпқа келтіреді. Және қызылша шырыны тағамдық улану мен гепатиттен сауығуды тездету үшін ұсынылады. Асқазан жарасын емдеуге көмектеседі. Ол үшін аптасына 1 рет аш қарынға 1 қасық балмен сұйылтылған 100 мл қызылша шырынын ішу керек. Қызылша шырынының құрамындағы антиоксиданттар мен бетаин әсіресе асқазан мен аш ішектің қатерлі ісігінің алдын алу үшін жақсы. Сондай-ақ қызылша шырыны ұрықтың дұрыс дамуын қамтамасыз етеді. Бұл көкөніс шырынында фолий қышқылы көп. Ол сіз білетіндей, туылмаған баланың миы мен омыртқасындағы жаңа жасушалардың толық бөлінуін қамтамасыз етеді. Жаңа туылған нәрестеде туа біткен патологиялық проблемалардың алдын алу үшін жүкті әйелдерге фолий қышқылының мөлшерін көбейту ұсынылады. Оған қызылша сусыны көмектеседі. Қызылша шырыны йодқа бай, ал бұл элемент қалқанша безінің қалыпты жұмыс істеу үшін өте маңызды екені белгілі. Сонымен қатар оның ағзаға үнемі түсуі көптеген жылдар бойы тамаша есте сақтауға көмектеседі. Асқазан ішек жолдарының қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді. Қызылша шырынының бай құрамы ас қорыту процестерін жақсартуға, майлы қабаттардың ыдырауына және ішектің жүйке ұштарын ынталандыруға ықпал етеді. Өнімнің калория мөлшері төмен болғандықтан, құрамында липотропты заттардың болуы және майларды ыдырату қабілеті бар болғандықтан, қызылша шырыны артық салмағы бар адамдарға ұсынылады. Қызылша шырынын күнделікті рационға қосу арқылы сіз жұқпалы және вирустық ауруларға қарсы ағзаның қорғаныс функцияларын едәуір арттырасыз. Бұл сусын ұзаққа созылған оразадан немесе ауыр аурудан кейінгі тіршілікті мүмкіндігінше тез қалпына келтіруге көмектеседі. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.